20 жылдан соң жер бетіндегі табиғи ресурстар сарқыла бастайды. Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасы Абу-Дабиде өткен бүкіл әлемдік энергетикалық саммитте сарапшылар осылай деп дабыл қақты. Мамандардың пайымдауынша қуат көзін өндірудің балама жолына қазірден бастап көшу керек. Өйткені жер шарына тарап жатқан электр қуатының 80% осы табиғи ресурстардан алынады. 2 күнге созылған саммит өз жұмысын аяқтады. Бүгін соның аясында өтіп жатқан көрменің соңғы күні. Көрмеде осы тақырыпқа тікелей қатысы бар Астана Экспо павильонында тұр. Араб елдері үшін қыс саналса да, әмірліктердің астанасы Абу-Даби қаласында 20 градустан жоғары. Солтүстік полюсі халқы мұнда демалуға келсе, қыстың қақ ортасында әлемнің әр түпкірінен жиналған 10 мыңдаған адам бүкіл әлемдік энергетикалық саммитте жүр. Бүгінгі адамзаттың ұрпағы болашағымыз қараңғы болып қалмай ма деп алаңдайды. Өйткені қазір әлем электр қуатына зәру. Оның үстіне тағы бір 10 жылдан соң қуат көзін тұтынушылардың саны тағы да 30% артады деген болжам бар. Заманауи өркениетті жарықсыз елестету мүмкін емес. Алайда қай дүниенің де сарқылатын шағы болады. Сол қазір энергия көзіне тіреліп тұр. Әлем оның тапшылығын кәдімгідей сезе бастады. Өйткені жер шарының халқы өсіп, қуат көзін тұтынушылардың саны артып келеді. Егер бүгіннен бастап энергия көзін алудың басқа амалын таппасақ, табиғи ресурстарды тауысып бітіреміз. Әлем жұртының жанталасып жатқанында сол. Жылда Абу-Дабиде өтетін саммит осы мәселені қаузайды. Ел президенттері ортаға ғалымдарды алып, сарапшылардың пікірін тыңдап, әлем болып болашақ энергия көздерін табудың жолдарын талқылап жүр. Қазір әлемдегі қуат көзінің 80% табиғи ресурстардан алынады. Осыдан 20 жыл бұрында солай болған. Сондықтан энергияның жаңа көзін ашпай, қол қусырып отыра бермеуіміз керек. Оның басқа мүмкіндігі атом мен жаңартылатын энергия. Мәселен, Қазақстанның батысында мұнай мен газ өндіріледі. Солтүстігінде көмір, ал оңтүстік аймақтарда күн мен желден және судан қуат алады. Әзірге қазақ елінің мүмкіндіктері баршылық. Менің ойымша, Экспо 2017 көрмесі арқылы Қазақстандағы өзгерістерді көрсетіп қана қоймай, Еуразиядағы барлық елдердің басын қосып, нағыз экологиялық таза қаланы тұрғызу үшін не істеу керек деген мәселені бірлесіп шешу керек. Халықаралық энергетикалық агенттіктің өкілдері экологиялық таза қалаларды салуды қолға алу керек дейді. Әзірге бұл жағынан әлемге үлгі болатын жалғыз ғана қала бар. Ол Абу-Дабидің шетіндегі Масдар қаласы. Бұл жер бетіндегі ең таза әрі жасыл қала. Экспо көрмесіне дайындалып жатқан қазақстандық делегация мұндай қаланы қалай салуға болатыны арнайы барып көріп қайтты. Күн батареяларынан қуат алатын шаһардың жанармайсыз жүретін арнайы көліктері де бар. Әлемдегі ноу-хау жобаларды қаржыландыратын ұйым қазақстандық баламалы энергия саласындағы жобаларды да қолдауға дайын. Осы соңғы 2 күннің ішінде әлеуеті күшті инвесторлармен бірнеше келіссөздер жүргіздік. Рас, трансферттік технологияларға қаржысын салғысы келетін компаниялар бар. Олардың көбісі Экспо 2017 көрмесіне дайындық кезде Қазақстанда бизнес орталықтары мен инкубаторларды тұрғызғысы келеді. Жалпы айтқанда жобалардың қаржылай салмағы 10 миллионнан 100 миллион долларға дейін барады. Болашақ энергия тақырыбын қаузайтын Астана Экспо көрмесінің тұжырымдамасын қызықтап тамашалап келген жұрттың саны көп болды. Ұйымдастырушылар түрлі инновациялар мен инвестицияларды жаңартылған энергияға әрі таза технологиялар секторына ынталандыратын саммитке Қазақстанның қатысқаны маңызды болды дейді. Өйткені бұл жиын Экспо көрмесі үшін болашақ экспоненттерді Қазақстанға шақыруға жақсы алаң бола алады. Осы жылдың мамыр айында Астанада әлемдік энергетика көшбасшыларының саммиті өтеді. Бүкіл әлемдік энергетикалық кеңес бұл маңызды шараға әзірден дайындалып жатыр. Сол саммитті Экспо 2017 көрмесінде ескеретін боламыз. Біздің ойымызша, болашақ энергия саталатын көрменің тақырыбы уақытында және өте дұрыс қойылған. Сондықтан да бүкіл әлемдік энергетикалық кеңес пен Қазэнерджи қауымдастығы тұрақты энергетиканы дамыту үшін бар күшін салатын болады. Экспо тақырыбы Араб әмірліктері үшін таңсық емес. Өйткені олар да 6 жылдан соң осындай халықаралық көрмені өздерінде өткізеді. Астанада өтетін Экспо көрмесіне қол ұшын созуға дайын отырған себебі де сол. Әлемдегі ең биік Бурдж Халифа ғимаратын сала білген араб елі енді Астанадағы Экспоға да өз павильон тұрғызатын болады. Нұрболат Успайұлы, Ержан Қанапияұлы, Біріккен Араб әмірліктерінің астанасы Абу-Даби қаласынан.